Мен есілаған жамандамаймын. Бірақ Сеймон мысалы өткенде бұрын болып ағып жүрген қыз виски, мартини деп жүретінен біз Чимкентский, бізде Шымкенттің салқын сырасы, біздің қанымызға қоқысқа отырып қалған едік. Искек кетер ме едік? Искек көріп пе? То есть искейтін кругта искек оққан кездерде бүйтіп. Көгілдірлер. Жалпы сен мен ұзын құлақтан естуім бойынша в прямом смысле маған тиіскендер біреуі ішіндегі. Қорқады екенсің, баяда балалардан естіп жетіп қой, бір голубой тиісіп отырса, буырмайсың ба деп. Ұрамайсың сен, даттап қорқып кетесің. Олар қазір шәмшінің өзін ұмытып кетіп отыр да. Естественно, мен қызық емеспін. Мен қызық емеспін подписчиктерге. Қалайсың, Шапо? Жақсы. Қош көрдік. Брат. Мен енді Шапо дей берейін. Өйткені біз доспыз. Доспыз, иә. Рахмет интервью келгеніңе, бауырым. Жалпы сонау 2005-те Жайдарманның алғашқы чемпионы Көстемесінің командасы болды. Сол кезден бастап жаңағы DVD дисктер арқылы ешқандай интернетсіз, ютубсыз танылдыңдар. Ja. DVD дискпен. DVD дискпен. Біз оқушы кезде сол DVD дисктерді сатып алып көретінбіз. Иә, сол кезден бастап таныла бастадың. Бірақ соңғы кезде Шапағат Орынбаев мүлде көрінбей кетті. Әйтпесе бұған дейін Шапағат Орынбаев КВНщик, әнші, актер, режиссер, асаба, жүргізуші, тағы кім Шапағат? Автор-сценарист. Автор-сценарист. Жалпы қазір не болып жатыр өзі? Немен айналысып жатсың? Қазір таңда мен Баспро продакшнмен осы өнер адамдарына белгілі Баспро бас дейді деп өздерін жаңағыдай мықты логотип жасап алған. Ақылбек Досжановтың басқаруымен енді шыны керек Қазақстандағы ең көп сериалдарды, кино туындыларды сериал жағынан телеканалмен рекордсмендер, яғни көп сериал, көп туынды жасап тастады. Енді оның бір 80% хит. Рекорд па бұл сонда? Рекорд. Ол сияқты продакшн жоқ. Бір жылдың ішінде 5, 6, 7 сериал түсіретін. Одан бөлек телевизиялық жобалары бар, Қызық Таймс, басқа да майда ішінде көп нәрселер көп. Сондықтан да енді Қызық Таймс ауқымды ол. Премия беріп жатыр қазір. Сондықтан да сөз бөлейін. Жалпы еркін адамсың ба? Еркін өзіңнің ойыңды еркін жеткізе алатын, әлде біреуге жаңағы алаңдап, біреудің анау қазір белгілі ғой, ана бастығым былай деп қоя ма деген сияқты. Сен мысалы Баспрода істеп жатсың. Боқтамай қой, маған пофиг, короче. Да? В принципе, мен жалын сенен алдында басқа хорошо сен аштың осы теманы, да, мысалға. Еркін деп тақырыпты қоя саласың ау деймін. Өйткені көп деген бұрын жұлдыздар отбасында да мен аш нәрселер айтқан кезде, басқа да эфирлерде айтылған кезде қысқарып кетеді әңгіменің бәрі ше. Қысқарып кетеді. Цензура дейді, анау дейді, мынау дейді. Бірақ ақыры енді шындық деп отқан сен дөп конкретно түстің маған. Любой сұрағыңа шын жауап беремін. Дайынсың? Дайынмын. Болды. Сөзіңді алдық. Енді қазір жалпы қысқа метражды фильмдер болсын, сериалдар болсын, толық метражды фильмдер болсын, бас-аяқ қанша жұмысың бар осы уақытқа дейін? Қысқа айтайын, толық метражды фильм 13, толық метражды кино түсірдім. Оның 4-еуі кинотеатрға шықты, 2-еуі YouTube желісіне жақсы тарады. Қалғандары енді былай шашырап кеткендер. Одан кейін барып 4 сериал түсірдім. Оның ең ұзағы Бақытсыздар бағы 120 серия, екінші ұзақтығы өзім түскен Қыз қиялы деген сериал қазір жүріп жатыр, қазіргі таңда. 60 серия тұрады. Одан кейін Тентек деген балапанға түсірдім. Одан кейін Астана каналына Докдрама тағы да сен түстің ол жерде. Бұл жерде туысқан пихат ету емес, просто жалын актерский өмірге өтіп жатыр.
Иә. Сонымен сол былай келгенде Серік Таласов деген азамат білесің, өте керемет. Иә, социалды фильмдер түсіретін керемет. Ол жігітке өз қол ұшын көмектесіп, ойымды айтып, бірге ақылдасып отырып, көп нәрсе бірге ақылдасып отырып жасаймыз. Ол жігіттің жұмысына мен ешқалай қатты былай мен жасадым деп айтпаймын, өйткені Серік ол действительно бәрін өзі түсірген. Бірақ көбісі білмейді, ол екеуміз ақылдасамыз. Қалың жұртқа мен шапағатпен ақылдастым деп айтпайды. Мен бірақ мақтан тұтамын өзім сол жасағаныма. Сол Серікпен бірге бөлек те жасаған соцроликтерім общий бәрін қосқанда клиптен бөлек. Хотя менде 3-ақ клип бар түсірген. 4-ақ клип бар шығар. Баспроның артистеріне түсірген шығарсың? Баспроның артистеріне тегін түсіресің деп қалжыңдаймын. Тегін емес, ақша аламыз, нормально. Дана Кентай, достойно түсірдік. Көп ақшаға емес бірақ. Өйткені бастық. Сонымен не керек, былайша ғана бір 20-22 дүние түсірілді ғой клип санамаған кезде. Осы 23 жасымнан бастадым, қазір осы жылы 35-ке толамын, 2020-да. Жалпы. Иә, қазір негізі КВНщиктер, жаңағы бұрынғы КВНщиктер, көбісі режиссер, осы продюсер, осындай кино саласында. Жалпы қайсысының еңбектері көңілден шығады? Енді көбіне қазіргі КВНщиктердің, жайдарманшылардың деп айтайық, еңбектері көңілден шыққанда, енді менің заманымдағы өскендердің ішінде бірге болғандар, мен үлкен старшак, мысалы Нұрлан Қоянбаев, Нұртас Адамбаев, Асқар Бейсенбин, Асқар Ұзабаев та, олар ауқымды нәрсе істеп жатыр. Былай, егер мынау Ресей, мынау Қазақстан деп алатын болсаң, олар осы Ресейдің ішінде ауқымды материалдар істеп жатқан болса, Нұрлан біздің Қазақстанда соны істеп жатыр. Өкінішке орай бәрі бірге емеспіз, но істеп жатыр. Солардың көңілінен шығады. Актерлардың ішінен, КВНщиктерден енді көңілінен шығатын қатты ешкім жоқ. Бәрі енді бастап, бір жерін тастап кетіп жатқан азаматтар. Әншілердің ішінен вау дейтін КВНщик тоже шыққан жоқ. То есть КВНщиктердің ішінен әнші шыққан жоқ, иә. Ал концерттік бағдарлама, театр болып, өздері мықты оққан, мен мойындаймын, назар аудар. Осы былай шапода қарап отырмыз, мысалы 2005-те мысалы алғашқы жайдарман, алғашқы жаңағы чемпион болып бастадыңдар, мысалы содан бері келе жатыр, қаншама КВНщиктер шығып жатыр да, мысалы қаншама түлектер түлеп ұшып жатыр. Соның бәрі қайда мысалы қазір? Мысалы Ресейде жатты енді білесің ғой өзің, олар өздері жаңа бағдарлама, өздері жеке кәдімгі әскер, әртүрлі бағдарламалар әйтеуір ашып жатыр. Бізде неге сондай кішкене бірігушілік, бірлік жоқ па? Не жалпы? Не кедергі? Әлде менің ойымша біреу былай тартады, біреу былай тартады? Иә, бізде бірлік жоқ. Бізде бірлік жоқ, ол бірлікке алып келетін негізінде былай. Мысалға, Ресейдің КВНщиктері бірігіп ТНТ ашылды дейді да, мысалға. Олар да бөлінеді негізінде. Сангальджи Тарбаев деген бар, иә? Мысалы, біздің Спартаны дайындап чемпион қылды, Рудаен КВН командасы. Олар бөлек, Willow Black деп бір нәрседе бөлек шығады, мысалға, бір темада. И, мысалға, президент Зеленский. В прямом смысле Украинада өзінің квартал 95 бірақ команда, армия, бүкіл телевидениені жаулап, до того уже президент болып кетті. Сондықтан да оларда да бөліну бар. Мәселе мынада, біздің КВНщиктер бірігіп істейін десе, біріншіден, оларда бізде көп КВНщиктерге цензура бар, тәртіп, тақырып, қысым бар да, вакуум. Сондықтан біздің КВНщиктер олай жасағысы келмейді. Қайбір жылдар сөзің аузында КТК арнасында бағдарламаларым болды. Жай клаб, сосын анда-санда ма? Есен Елеукен ағамыздың бастауымен болды, қателеспесем. Ол неге ғұмыры ұзақ болмады? Енді ол жерде оның ешкімнің кінәсі жоқ деп ойлаймын. Ол жерде Есен ағаның да кінәсі жоқ, ол жерде біздің де кінәміз жоқ. Ол жерде өкінішке орай саяси тұрғыда байланысты Рахат Алиев мырза, қазір марқұм қайтыс болып кеткенде, ол кісі КТК телеарнасының негізгі президенті еді. Сол кісі елден қашып,
кеткеннен кейін саяси жағдаймен қашып кеткеннен кейін ктк телеарнасын басқа үлкен корпорация алды. Шынымды айтайын, қандай корпорация алғанын білмеймін. Қазақ мысалды ма, кім алғанын білмеймін. Бізге белгісіз болды. Бірақ сол корпорация... Басты себеп сол. Басты себеп сол. Келді, ал енді неге Есен ағаның қолынан талай жігіттер, жастар жалпы түлеп ұшып жатыр, бірақ неге қалмайды ол кісінің қасында былай сөзім түсініп тұрған шығарсыз? Иә. Тура сондай жағдай Масляковта да ғой. Масляковта да көп команда қалмайды, байқайсың ба? Бәрі кетіп қалады ТНТ-ге, неге? Оларда да сол бір-біріне деген түсініспеушілік бар. Енді Есен ағаның қасында қалмайды деген. Неге мысалы, неге Тұрсынбек әдейі ктаны ашып алмады? Ол темада көп болды ғой, ктаны әдейі Есен аға қарсы шығып ашылды. Жоқ. Тұрсынбек те Есен аға қарсы шыққан жоқ негізінде. Керісінше ол кісі Тұрсынбек Есен ағаны күтті. Қалай, бірлесейік деп сыйластықпен. Болмасам сөзінің шыны керек, Тұрсынбектің талантына байланысты, тапқырлығына байланысты қолы ұзындау. Конкретно айтайын. Кришасы да ұзындау. Мен айтпаймын, ой, Тұрсынбекке Криша келді, и ол там Есен ағаны басып кетті дегеніміз. Тұрсынбек ол Кришаны өзі тапты. То есть Криша Тұрсынбекке өзі заслужил артист, сам заслужил Кришу. Достойно ол. Мен оған ешқандай қамым жоқ. Бүйтіп кетіп, үйтіп кетіп. Тем более екеуінің арасында жасы да қатты ұзақ емес, прям. Я мысалға. Енді Есен ағада неге адам қалмайды? Неге Есен аға назар аудартып жіберіп қойды? Неге Есен аға басқаларды да жіберіп қойды? Неге Есен ағада болған чемпиондар немесе чемпион емес болып қалғандар КТА-ға кетіп қалады? Біріншіден КТА-да условия жақсы. Біріншіден Тұрсынбек өзіне тартқан балаларына уәде бойынша беретін нәрсесін береді. Кәдімгі заманға сай. Бізді алып береді, эфирді ма? Эфирді алып береді. Конкретно айтқанда ақшасын да істеп береді. Ну все, вот понятное дело, здесь енді білмеймін ғой, мен біздің кезде бізде Есен ағада қалғымыз келген, бізден алдын өзіміздің жігіттер болды. Не деген армия болдық, бізде Шымкент деген прям ТНТ болып кететін команда армия болдық. Бірақ біз қалмадық. Өйткені 1000 КВН-чіктің 1000 түрлі фантазиясына Есен аға бір коробкаға тығып дүние жасайым деп ойлады да, бірақ сол 1000 КВН-чіктің, наверное, бір 900-ның ойы сәйкес келмеген шығар Есен ағамен. Арманы келмеді. Просто жалын, мысалға саған Есен ағамен жұмыс істеп, жалын, сен хайповый мақала емес, сен әдеби мақала жаз деген кезде, сен хайповый жазғың келіп тұрса, сен әдеби жаза алмайсың, дұрыс па? Сол сияқты сондай біздің де немізге, сондай бір бізге сәйкес емес, біз өзіміз істегіміз келетін нәрсені алып шығамағандықтан сондай болып қалды. Мен Есен ағаны жамандамаймын. Есен ағаны бүкіл КВН-шіктер сыйлайды, рахмет, ол кісінің арқасында біраз жұлдыздар шықты. Бірақ дегенмен жастар өспей ме, көкірек теспей ме деген әңгіме ғой. Дұрыс. Кез келген талантқа мүмкіндік беру керек. Дұрыс па? Әр адам жыл өткен сайын оның пікірі өзгеруі мүмкін ғой, мысалы. Естественно. Кеше мысалға Тимати, біздің Назиманы әншіні, Тимати кезінде Тимати болған кезде Назима әлі Тимати аға деп кеп тұратын мысалы Сеймо бар мысалы да, бірақ Сеймо мысалы өткенде бұрын болып ағып жүрген қыз, талантты қыз шықты да, қанша жылдан кейін бұрын өзін істеп тастаған Тиматиге барып, көрдің ба? Есінде? Тима, успокойся, братан деп сөйлеп тұрды. Значит, бұл жерде өнерде жас, үлкен, неміз, өнерде ой, өріс, фантазия, осы бәрі тепе-теңдікке алып келеді да. Сондықтан да бізде енді Есен ағаға сондай отношение жасағымыз келді да, кейін Есен аға түсініңіз, мен өстім, мен де бүйтіп істегім келеді деп. Бірақ ол кісі бізді әлі мектеп оқушысы ретінде бүйтіп сабалап отыр. Кейін айтасың сабақ деген сияқты қылып басқан екен, көп командалар шыдай алмады. Сол. Соңғы 3 жылда жасаған қателігің немесе өкінішің, мысалы жұмысқа байланысты кейбір ұсыныстардан бас тарту деген сияқты. Енді жұмыс жағынан ешқандай өкініш жоқ. Наоборот, мен қуанам. Соңғы 3 жылда мен Шымкенттен Алматыға келгеніме.
4 жыл болды. Мен Шымкентте сәл қалып жүріп Баспаналы болдың ба? Баспаналы болдым, үй алдым. 3 комнаталы үй алды, 3 бөлме. 98 квадрат деп отырдым. Жоқ, енді Аллаға шүкір. Ата-анамыздың арқасында, біріншіден Алланың арқасында, екінші ата-анамыздың арқасында, анамыздың арқамызда осындай олардың қолдауы болды шыны керек. Мен бір сұмдық бір не қылып, бір кинолар түсіріп, ойбай ақша жинап, үй сатып алдым деген жоқ. Көмектесті. Шыны керек. Мен миллионер емеспін жалпы. Жоқ, соған тоқталайық шынымен. Жалпы қазір қанша ақша бар? Адамда болады ғой мысалы. Менде мысалы болуы мүмкін бір 200 мың теңге запаста. Или 100 мың теңге. Мүлде болмауы мүмкін. Қазір январь запаста ақша жоқ менде. Жалпы. Hyundai Accent деген машинам бар. Жалпы мен әр проектке 2 миллион теңгеден астам жобада жұмыс істеймін. Әр проектте. Ол 6 айда бітетін проект, 1 айда бітетін, бір аптада болуы мүмкін. Сондай. Енді ары қарай, егер проектім осы жылда 10 проект жоба алатын болсам, онда или бір 2 миллионнан астам ақша или бір мен нормально табамын, в принципе. Или наоборот, бірақ проект болып қалып, вообще қиын болып қалады. Или вообще ештеңе жоқ болып қалуы мүмкін. Мен наоборот минусқа кетуім мүмкін. Бір нәрселерді істеймін, бір жоба істеймін деп, ондай кездер болады. Өйткені біз шоу-бизнес, это бизнес тоже есть там. Бір-бірден саламыз, алып шыға алмай қаламыз. Кейде жүріп кетеді қол. Енді өкінетін жерге келейік. Соңғы 3 жылда өкінетін жерім ол өзім көп еркелетіп жүрген моменттер. Енді ол еркелетіп жүру деген жұлдызға ауыр емес. Просто кайфуша көбейіп кетті. Жалпы қандай ішімдік жақсы көресің? Ішімдікті жақсы көрмеймін. Ішіп қоямын. Қайсына тартады? Ішімдіктің де түр бар ғой. Сыра бар, виски бар, арақ бар. Егер Алматыда жас кезімде өскенде мүмкін виски, мартини деп жүретін, біз Шымкентскийміз. Бізде Шымкенттің салқын сырасы біздің қанымызға кік. Так что более әңгімеге салқын сыра сондайға, енді оның бәрі құрметті көріп аққан 12 жастан асқандар вообще дұрыс емес нәрсе ол ішімдік деген. Ну, увы, так вышло. Жалпы сол нәрсе сыраға құмарсың? Болғанмын. 2 ай бұрын. Болғанмын? 2 ай бұрын? Қазір қойдым. Шын айтамын, жалын қойдым. Отвечаю. Технично түсіріп болады бір күн. Көреміз, уақыт көрсетеді. Мені түсіріп жүрсең, мен сені түсіріп жүрмін. Көреміз. Ал енді сол нәрселерге өкінемін жалын. Жалпы сыра ішпейтін адам жоқ. Неден қорқасың? Неден қорқам? Фарт дейді орысша айтқанда, фарт болмай қалып, істеп жатқан дүниелерім сапасыз болып, творчествоға тоқырауға түсіп кетуден қорқам. Қазіргі кезде біздің қоғамда болып жатқан жағдайлар бар, әртүрлі көңіліне шығатын, шықпайтын, соған тоқталып кетсең. Жалпы неге қазір қоғамда неге көңілің толады, неге көңілің толмайды? Толмайтын нәрсе көп сияқты. Бұлай саған қарасам, негізі айналаңа көп көңілің толмайтын сияқты. Көп адамдар біздің елде қаласында саясатқа көңіл толмай, Қазақстан жүргізіп жатқан саясатына көңіл толмай жатады да, мен сол адамдарға көңілім толмайды. Сол адамдарға. Не үшін? Сол сынайтын адамдарға ма әлде? Жоқ, саясатқа көңілі толмайтын адамдарға менің көңілім толмайды. Біріншіден, не деген клоунада жүріп жатыр ғой қазір. Жақында шықты, Айсұлтан Назарбаев, не деген секреттер, бір нәрсе. О, рас па, өтірік па, білмеймін, оны араласқым келмейді. Бірақ ол енді шайқастар ары-бер, баяғана біздің район балаларымен ары-бер сондай сияқты. Түбі бір шайқас шығар енді ол. Енді өзің жалын ойлап қарашы. Көкелердің. Халық, біздің халық керек емес жерде саясатқа басын бұрып, жазып, ойбай деп жатады. Энергия кетіріп, саясаттың дұрыс жерлеріне ой бүйтіп қойды. Бірақ ол болмаса, ол болашақ қалай болады? Тыңдаңыз. Ал егер саясаттың мынандай бүгіндегідей қазіргі болып жатқан клоунадан темалар болып жатқан моментінде халық спокойно отыр да. Потому что жұмыс жоқ та. Европада осындай нәрсе болатын болса, ел басшылары болсын, немесе басқа нәрселер болсын, просто ұялып кетеді. Болмасам халық жек қояды оларды.
Мен халықты ондайға шақырып жатқан жоқпын. Өйткені біз қазақпыз, бізге мынандай құрсыншы, мен басында кредитім бар, отыра берейінші, не болып сөйте берсін. Бірақ сөйтіп айтады да, мысалы конкретно келген кезде да қолына жалау ұстап, мен қазақпын, шығыңдар деп жеме-жемге келгенде шықпайды. Бүйтіп есік алдына келеді да, қойшы, мен ертең құрсын, ана балам оқуға түсіру керек, жүрем ба ертең сотталып қалсын деп ашық дейді да. Бірақ сөйтіп отырып, диванына отырып алып, атаңа нәлет, өліп кетіңдер, үйтіп кетіңдер, жемқорлар, бір бәлелер. Нафига жазасыңдар ма оны, егер істемейтін болсыңдар? Мен реально жазбаймын. Мен саясатқа реніш жүйелерім бар, бірақ мен ештеңе жазбаймын. Потому что нафига сен оны жазасың, егер сен қимылдамайтын болсаң, егер сен ой тастамайтын болсаң. Дұрыс. Opel Vectra мініп алады, басында шашқыш жоқ, өзі темекі шегіп кетіп атады да, біздің кинолар беспонтовый. Өзі кім ол? Таксист та, ё-моё, ол профессионал, дамыған мемлекеттер дейтін болса, пожалуйста, чашка қойып, не қойып қойсын, уақытпен жүретін. И клиентпен вообще сөйлеспесін, ол клиент қой қасында отырған. Жоқ, ол біздің кинолар ұнамайды, дамымаған дейді да. Айналайын, Америкада 200 жыл бұрын шыққан кино, біз енді міне тәуелсіздігімен бірдей келіп келе жатырмыз. Зачем салыстырып? Сондай ғой, короче. Есен Елеукен, Тұрсынбек Қабатов. Есен Елеукен, Тұрсынбек Қабатов. Қайсы? Мен жақтайтын ба? Жұмыспен өзін дәлелдеп оққан Тұрсынбек Қабатов. Есен Елеукен енді ол Жайдарманның жанашыры, Жайдарманның президенті, официальный президенті. Тұрсынбек Қабатов, Нұрлан Қоянбаев. Нұрлан Қоянбаев. Миллиардер. Нұрлан Қоянбаев. Жоқ, ол мен жеке ойым ғой, Тұрсынбекті мен қатты сыйлаймын. Мен бірақ білем ғой, Төкеңе айналада жас беретін адамдар бар. Нұрекеңе де жас беріп жатыр, Қоянбаевқа да. Бірақ егер екеуін КВНщик ретінде салыстырып былай, мен қазір үшінші КВНщик болып қастарында отырып, екеуі әзілдесіп жатса, мен шынымен Нұрланның актуалды шуткаларына күліп аламын. Өтеді. Более актуалды. Тұрсынбек братандікі енді игровой өлтіреді. Тоже. Екеуі негізінде, вообще негізі жалын екеуін салыстыру болмайды. Жанрлар шамалы. Бөлек. Негізі кімнің әзілдері көп өтеді саған? Тұрсынбектің әзілдері көп өтеді. Маған ба? Саған? Жоқ, маған Нұрланның әзілдері көп өтеді. Нұрланның әзілдері көп өтеді. Хотя Нұрлан шығып Тұрсынбек сияқты концерт беріп бенефис жасап жатқан жоқ. Но я его как человека знаю. В принципе, мен баяда КВН кезде уже для меня был Данекер Оразбай и Нұрлан Қоянбаев сол кезде. Данекер. Кәдімгі Данекер мен Нұрлан көз түймесіндегі Данекер. Жетекшіміз болған, Данекер Оразбай. Данекер Оразбай мен Нұрлан Қоянбаев, кстати, олар бұрын КВН кезде өте бір-біріне ұқсас КВНщиктер еді. Олар бір-бірін қатты сыйлайтын, олар бір-бірінен керек нәрсені алатын. Енді біз көзіміз көрді ғой сол уақытта, қазір зритель білмейді ғой. DVD-ге дейін ол жалын. DVD-ге дейін. ВХС-тің кезінде. Сол кезде мен Нұрланға да, Данекерге де қарайтын. Я тогда думал, что Данекер более такой автор ретінде мощный. Потом Нұрекен жеңіп кетті. Имеется жеңіп кетті, жарысқан жоқ екеуі. Потом көрінді, who is who, короче, как это там сделал деген сияқты. Дәкең қазір енді театрда, Нұрлан қандай уровеньде, Дәкең қандай уровеньде деген сияқты. Шабытты қайдан аласың, Шабы? Шабытты жолда алам. Пойызда, көлікте, өзім айдап бараққанда емес, біреу айдап баратса жанымда отырғанда. Шабытты не в тему РЕН-ТВ каналындағы бір тайны с Анной Чапман сияқты бір программаларды көріп отырып, бірақ ойымда басқа нәрсе болып жатады. Сол кезде аламын. Шабытты құрт пен қымыз ішіп отырып аламын. Вот. И, естественно, шабытты, когда өзің сияқты достарым үстіп сыра деп атсың ба? Кезінде. Әңгімеден әңгіме шығып кетіп отырып қалған кезде, неге сен бүйтпей жатсың, неге бүйтпей жатсың деген кезде, мен қасымдағы адамды пердесін жауып қоямын да, деп отырамын да, бірақ мияқтан өзі келіп жатады. Сол. Негізі основном части бір өзім қалған кезде ғана. Оңаша қалғанда өз өзіңмен. Негізі өз-өзіңнің үстіңнен, өз-өзіңді сынап, өз-өзіңнің үстінен қаншалықты күле аласың негізі.
жаңа жоқ, күле аласың болғанда өз өзіңді қаншалықты сынайсың. Түсініп тұрсың ғой? Иә. Өнерде 20 жыл болып жүргенмен 10 жылында мен сынды көтере алмайтын. 10 жылында көтере алмай жүрдім. Кәдімгідей біреу бір нәрсе десе, өзің солай істеп ал. Өзің солай істеп ал. Бірінші жетіп ал соған деп ренжитін. Потом понял, что он бәрі просто бекер нерв. И қазір өз-өзіме келген кезде тек қана жаңағы басында айтып кеткен 4 жыл бұрын, 3 жылдан бері жасаған нәрселеріме ренжулімін деп, там шылым шеккен, мен бұрын спортқа жақсы қатысатынмын, мысалы. Шылым шегетінім, сыр ашып қоятыным, қаңғырып қоятындарымды мен сол нәрсемді сынға аламын. Ал жұмысымды сынға алмаймын. Жоқ, сынға алам, мен өзім жек көретін именно творческий жағынан келген кезде, жұмыс жағынан келген кезде, мен көп жерде арзан ақшаға жобаға келісіп қойдым. Вот это самый главный ошибка. Ең басты менің қателігім, содан мен арылғым келеді. Соның кесірінен менде былайша айтқанда Ақан Сатаевтың уровеніне жетпей тұрғаным, Асқар Ұзабаев, қолды байлап тұр. бесегендердің уровеніне мен жетпей тұрғанымды соның кесірінен. А так по творчеству келген кезде мен олардың барлығын сыйлаймын, и бірақ олардың істеген нәрсесін мен де істей аламын. Мен уверенмін. Просто мен жаңағыдай кейбір жерлерде брат, түсіре салайықшы, мынандай ақшам бар еді деген нәрсеге пенделікпен көміп қоямын. Бір жерде ақша керек болады. Көп уақытым Шымкент қаласында 2025-тен түсірген екен, 2010 жылы 25-тен 2 түсірілді, бірнеше кинолар түсірілген екен. 2011-ден деп есептейінші, 2009 мен 2011 арасында мен Шымкентте жүргеніме өкінбеймін. Бәрі күшті болды. Біз мықты студияға айналдық. Бізден Алматы қазақ фильмдер қорқа бастады. Өз жақтан келіп, арнайы журналдар интервью ала бастады. Шымкент Вуд басталды деп. Шымкентте номер 1 едік. Бірақ одан кейін бірден тоқырауға жетіп, мен соған сенбей, жоқ, біз Шымкент өзіміз кинематографияны көтереміз Шымкенттің атынан деп гребаный 5 жыл жүргеніме өкінемін. 5 жыл мен жүрдім Шымкентте. Бекер жүрдім. Енді міне деп. Сол 5 жыл жүрмей, сол 2011-де мен сол 25-теген жанып тұрған кезінде Алматыға келгенімде, Алматыға келіп, көптеген продакшндарға міне мен істей аламын деп істегенімде, қазір мен бөлек деңгейде болатын бері. Қазір менде Range Rover болатын еді. Hyundai акцент емес. Бірақ оның да өз бір несі бар шығар, қайыры бар. Бәрінің қайыры бар деп ойлаймын енді. Кім біледі, Құдай сақтасын, сол кезде ойбай деп көтеріліп кетіп, коксқа отырып қалар ма едік. Искеп кетер ме едік. Искеп көріп пе? Жоқ. Искейтіндерді көргем. Қасында болдың босында? Искейтін нәрсені көргем. Бірақ искеп көрмегем. Искейтіндерді? То есть, искейтін кругта искеп оққан кездерде бүйтіп деп кәдімгідей. Қалталы азаматтар көбінде? Жоқ. Қалталы азаматтар емес осындай. Өзіміз сияқты азаматтар. Ешқандай қалталы емес. Табады ақшаны. Ақшаны қайдан табады? Табады. Ол бәле қатты да қымбат емес болып кеткен. Табады. Білмеймін, енді біреу тойға шығады, біреу бүйтеді, біреу үйтеді, біреу үйінен ұрлап шығатын шығар. Әркім әртүрлі ғой енді. Біреу кішігірім бизнесі бар, бір нәрсесі бар. Табады. Айфонға студенттер тауып жатыр ғой, сол сияқты табады. Қазір шаппада бізде бәрі сүйкімді болып көрінеді экранда. Актрисасы болсын, әртістер болсын, жалпыда. Мынау гейлар дейді ғой, жігіттер дейміз ба, енді қалай айтамыз? Көгілдірлер. Жалпы сен, мен ұзын құлақтан естуім бойынша, сенде сондай араласатын адамдар болған. Әлде сен белгілі бір уақытта жұмыс істегенсің сондай адамдар. Мен қалай? Жалпы.
ол тек қана өнер адамдарының ішінде емес, ол даже пожарниктердің де ішінде болуы мүмкін, ол мұғалімдердің ішінде болуы мүмкін, құдай сақтасын да. Бірақ ол кез келген жерде кездесіп жатыр, өкінішке орай, ондай шайтандарда кездесіп жатыр. Иә, мен растаймын, ондай адамдармен жұмыс істесіп қалған кездер болған. Бірақ мен оның ондай екенін білмедім. Бірақ білгеннен кейін де уже жұмыс процесс жүріп жатқан кезде біліп, осындай екен ғой деп, мен есімдерін айтпай ақ қоймын, мен до того таңғалғам, жалын мен вообще оны ондай деп ойламаған адамдар, мен кезінде, бала кезімде оны қандай деген адамдардың өзі солай болып шыққан кезде мен таңғалғам. В прямом смысле маған тиіскен даже біреуі ішіндегі. Дірілдеп, движение істемекші болды да. Ойлап қалды да, там, попытка. Саған, типа, жігітке қарағандай, саған былай? Иә, кәдімгідей. Ер адам, жасы үлкен, өте үлкен жасы. Кәдімгідей ойы кетіп, бір нәрсе қылып. Резко сол кезден отношение быт-шыт болды, сразу уже менде нерв, шынымды айтайын, мен кәдімгі стресс болып қалдым. Қорқады екенсің, баяда балалардан естіп жетті ғой, бір головой тиісіп отырса, буырмайсың ба деп. Ұрамайсың сен, олар до того қорқып кетесің. Олар мына подъезде бала кезде, мектеп кезде қинап қыздарды бүйтіп құшақтап алып сүйетін еді ғой. Сол қыздар мысалға бүйтіп қанша тырмысып күші жетпейтін еді ғой. Ол кезде адам возбужденный болып тұрады ғой. А сен спокойно бір қолмен ұстап тұрып сүйе беретін ғой өзі. Сол сияқты олар да сондай возбужденный болған кезде оған күшін жетпей қалады екен. Бірақ ол мені қатты құшақтаған жоқ, оны ешқандай. Осы әрекет басталып жатқан кезде мен алып секірдім ғой. Ё-моё дегенсің ғой. Да. Тереңге кіріп кеткен жоқпыз ба? Жақсы, әдемі. Қалай сұрақ қойып жатсың, солай жауап беріп жатырмын. Дұрыс сөзіңді тұрып жатсың. Шапо, рахмет. Соңғы рет қандай жалпы ақымақ әрекет жасадың? Өзіңше? Соңғы рет қандай ақымақ әрекет жасадым? Бір-екі жыл бұрын кішкене, бір-екі жыл бұрын демей қойын. Жалпы жігітпіз ғой, жігіт болған екен. Бір байқаусыздан бір қызбен телефонмен жазысып қалып. Мен әйелім бар ғой енді. Ұсталып қалдым. Бірақ енді келіншегім предупреждение істеді. Нельзя, я тебя люблю. Болмайды олай. Бірақ енді құдай сақтасын, бір төсекте ұсталып қалып, бір кездесуде ұсталып ондай болған жоқ. Бірақ жазысып, флирт дейді, флирт болған кезде өзі сондай бір қателік болып қалды. Сәл қалды шаңырақтың шайқалып кетуіне дейді былайша. Сондықтан да абайлау керек. Так, мен Шапода көріп отырмын. Абайлау керек деген қалай кетті? Доғару керек точнее. Абайлау керек деппін ғой. Технично істеу керек деген сияқты мен тастадым ғой мен. Доғару керек. Абайлау керек деп мотивация болған. Менде онша мына жақта ойым, мына жаққа кетіп қалыпты ғой. Шапоны қарап отырмын да мында Инстаграм 63 мың үстінде екен. 64 мыңға жетіп қапты. 64 мыңға жетіп қапты. Жалпы Инстаграмды қай уақыттан бері пайдаланасың негізі? Біріншіден быт-шыт нәтиже 64.300 деген. Инстаграм ашқаныма 5 жыл болды. 6 жыл болды. Неге быт-шыт нәтиже? Есімде үйленбей жатып ашқам 1 жыл бұрын. Қазір вайнерлер жалпы вайнер болсын, басқа программаға, оның видеосы бар адамдарда мысалы 500 000 подписчик болып жатады. Мысалы сенде режиссер, актер, автор, шоумен осындай жігіттің төресінде дым подписчик жоқ десең? Жоқ, 5 жылдың ішінде дегенім ғой. Жоқ, ол негізінде біріншіден бұл сұрақтың уже жауабы өзің алдын сен сұрақ қойып қойдың ғой. Басында осы бағдарлама басталған кезде, сұхбат басталған сен айттың, қазір неге шапағат жоқ дедің. Вот тура солай іздеп жүргендер көп та, бірақ олар іздемейді, өйткені қазір заман андай. Егер сен өзіңді көрсетіп жарыққа шықпасаң,
қазір Шәмшінің өзін ұмытып кетіп отыр да. Информация көп, ақпарат көп. Ақпарат көп, шығып жатқандар көп. Өте көп. Иә, көкірегін ашып жатқандар. Қазір бұтын көрсетіп жатқандар, боқтап жатқандар көп ондай. Арзан хайп. Арзан хайпкүл, хайпбек. Хайпкүлдер мен хайпбектер көп. И творчество істеп жатқандар да көп. Шынымен жұмыс істеп жатқандар да көп. Шынымен күніге өзінің творчествосын салып жатқандар да көп. Бірақ в моем случае мен кинорежиссермін. Сіз Ақан Сатаевтың да несіне кіріп көріңізші, дәл қазір даже. Ақан Сатаевты жай ғана тоже менікімен бірдей ма, или менікінен сәл көп па, 200 мың ба, 100 мың ба, сондай шығар, наверное. Сондықтан да режиссерларды көп халық оқи бермейді. Бізді оқитын адамдар кімдер? Олар киноға түскісі келетін, кастингке келетін, осы Шапағат Орынбаев кино түсіреді. Ақан Сатаевта 172 мың. 172 мың. Галстуксымен кәдімгі. Иә, официально. 172 мың Ақан Сатаев үшін аз, мен ойымша. Ақан Сатаевты 172 мың, Ақан Сатаевты как минимум миллион адам таниды. 16 миллионның ішінде как минимум миллион адам таниды. Онда бір 600 мың адам болу керек еді. Хотя бы да Ақан Сатаев дейтін. Демек, бұл кісіде осының 172 мыңның, бұл кісінің бір 20 мыңы Ақан Сатаевтың творчествосын қарап отыратындар, қалған бәрі Ақан Сатаевтың киносына түскіміз келсе екен деген оймен, содан мотивация алып жатқан. Мен сияқты режиссерлар, оператор ініміз сияқты мен түсіріп жатқан жүйемен, осы ініміз сияқты жігіттер, қыздар, балдар оқиды оны. Киногерлер оқиды, көрермендер оқиды, киносын жақсы көретін оқиды. Сондықтан ол да аз. То же самое у меня. Егер шығып, бұрындағыдай, деп өзім киноларыма өзім түсіп, немесе вайнер болып, блогер болатын болсам, менде де көбейеді. Менде активность жоқ. Мен даже грамматика дұрыстап жазбаймын. Сен оқисың, мен білесің. Тік шығарасынан. Біреулер суретке түсетін кезде қоятын жерге қоймасаң, қойбақ көттің ғой, речі. Андай ғой, біреулер мысалы түседі, фильтр жасайды, кәдімгі историеске салады, белгілейді ше. Мен қазір түсем. Сол қайырлы күн. Бар ма бар? Жоқ, сақ қоясың, айтыр, Инстаграм тірі деген сияқты. Естественно, мен қызық емеспін подписчиктерге. Маған жазылып жатқан ол нағыз кезінде менің 25 теңгемді, КВН'імді көрген, Шапағаттың творчествосын не қылайықшы дейтіндер, қалып кеткендер, соны бітіп, ұстап, рахмет оларға, үлкен рахмет сіздерге. И в основном жастар, которые Шапағат кино түсіріп қойатын шығар, кастинг жариялап қойатын шығар дейтіндер жазылып қойған. Олар маған қызық емес, менің суреттерім. Кастинг деген кезде опа деп. Айтпақшы, енді есіме түсіп жатыр ғой, Ғалымжан Молданазар жалпы баяғыдан дос ретінде араластық жалпы. Араласамыз. Молданазар, сол Ғалымжанның клипі бар, Ақпен бірге. Мен мысалы алғашқы клипі, алғашқы бейнебаяны, сол дебют дейді ғой, сол арқылы аты шығып кетті Ғалымжанның. Сол кездері шығып атқан кезде сен интервью бердің. Хит ТВ-ге ма бердің? Хит ТВ-ге, бірінші Хит ТВ-ге. Режиссер ретінде өзім көмектестім деген сияқты. Болды әңгіме. Ал Ғалымжан ол әңгімені растамай басқаша әңгіме айтты, меніңше. Сол жағын. Енді біріншіден шынымен де Ғалымжанның Ақпен бірге клипі, жалпы клиптің өз идеясы Ғалымдікі. Ғалым өзі шынымен де айтып, бұлай болса деп. Ол идея, айтымызды сценарий сияқты. Режиссировать еткен мен. Енді административный часть мен алып шығып, алып беріп. Сол негізі 25 мың теңгеге түсті деген сондай тақырыппен шығып кетті жаңағы Нұр-Кизет болсын. Рас па? Реально. Біз секонд-хандтан киім сатып алдық. Секонд-хандтан кәдімгі килограмм киім сатып. Шымкентте Мирас деген университетті бір зданиясын тегін алдық, библиотекасын. Менің өзім Серік Таласовтың өзі оператор болған, сол көмектесіп, Серік Таласовтың камерасы бар еді, мықты камера, Москвадан келген. Сол камерамен түсірдік.
Олар көмектесті, Шымкенттің жігіттері көмектесті, біз дружныймыз жақта бәріміз. И ол жақтың КВНщиктері ешкім ғалымнан ақша сұраған жоқ, мен де ақша сұраған жоқпын. Бірақ біз ғалымға түсіру керек болдық, өйткені менің тарапымнан ғалым менің бір ограбление по Шымкентский деген кинома полный композицияны жазып берді. Ғалым оны тоже эксперимент ретінде істеді өзіне. Өзіне да, мен жазып көрейінші деп. Неге екенін білмеймін, ғалымға сол кино ұнады сол уақыт. Сол негізі бартер есебінде болды ма? Бартер есебінде. Дружеский бартер ретінде. А когда ғалымның клипі түсірілген кейін, ғалым Айбамен жұмыс істеді. Айбаның клипі шыққан кезде, шыны керек, Айба бәріміз ғалым кішкене сескенді шығаруға ол клипті. Сапа жағынан төменде ойладым, түсінбей қалады деп ойладым. Біз ғалымға бірнеше рет айтқан екен, өзі не қылып, түнде шығарып жіберді. Ол қайда Айбектің клипінен қайда осып кетті просмотры. Бір аптадан кейін оған Иван Дордың өзі жазып тұрды деген әңгімелер ғой. Енді одан кейін сол бір хит CV-де мен бір рет айттым, тағы да бір каналда айттым, мен түсірген Мақпен бірге деп, режиссерім менмін деп. Сол кезде ғалым айтты, Чапа, брат, давай олай не қылмай қойық, давай, это моя тема, мен жасадым деп официально айтайық, біреуіміз конкретно режиссер деп айтайық деді. Хорошо. Ол айтты, сен істеп болған дүниелерің бар, мен енді шығып жатырмын, давай мен ашығынан осылай болсын дегендей болды. Содан хорошо деп мен онда ол темаға басым сұқпайтын болдым. Кейіннен мүлде айтпайтын болдым. Айтпаймын. Режиссер болғанмын деп. Жоқ. Идея ғалымдікі. Идея ғалымдікі. Ғалым полный жаңағыдай қай киімге кигізу керек, костюмеры болып, полный әркімге нан ки деп идеяны айтып не қылып отырды. Картинкада картиночный режиссер мен өзім болып отырдым. Былай билеңдер, былай тұрыңдар деген сияқты. Ғалымның да постановкалары бар ішінде. Рахмет. Соңғы рет қашан төбелестің? Так, соңғы рет 2 жыл бұрын, бір 5 жыл бұрын ба, 5-6 жыл бұрын төбелесіп. Неге 2 ай бұрын деп? 2 ай жай ерексің ба? 2 ай бұрын мен төбелестім ба? Біреу ұрып жібергенім бар, қай уақытта екенін білмеймін, бір болып қалды, бір ұрып жібердім. Неге? Не келіспеушілік? Әлде ол жоқ, просто өзін көп алып қойды. Ол может мен ұрып тастарым еді, просто ол мас болды, мен трезвый болдым и көп алып қойды и тақ. Солай. Сондай моменттер. А так нормально. Төбелеске қатты құмар емес, бірақ өзімді орын ұстағам. Нормально. Күреске қатысқам, КМС мастер спорта құлағым сынбаған. Біреу бір нәрсе десе, сен де жаңағыдай өзіңнің ойыңды айтып, жеткізіп, сол бір-екі жерден байқап қалғам, сосын барып сұрақ қойып жатырмын да. Қашан төбелестің? Өтірік емес, енді Шымкентте де, Алматыда да көшем балаларын танимыз. Танымайтындар көп, танымайтындарым көп, мен танымайтындар көп, и танитындар да бар. Сондықтан да ол көшенің темасында шыны керек, ол қай жерде кіммен қалай сөйлесу керек кішкене практика бар. Төбелес көрмедіміз, төбелестік те, таяқ жедік те, талпан астында да қалып кеттік. Байқаусыздан сөйлеп қалып. Мен ең жек көретін баяда ол неден шыққан? Жалын, ол біз баяда КВНщикті бір клоун сияқты көретін еді да. Бір проститутка сияқты ше. Сайқал деген сияқты ше. КВНщик, как будто КВНщик десе, деп қарап қаласың да. Негізі адамдардың мәдениетінің енді қаншалық деңгейде екенін көрсететін дүние ғой. Төмен деңгейде ғой, төмен деңгейде. Сол кезде барлық адамдар емес, көп кейбір сөйтіп айтатындар. Жоқ, ол түсінікті, ондай адамдар бар. Сол кезде қандай жауап, мысалы, сондайдан басталады ғой негізі, ерегіс төбелес. Ол кезде біз жаспыз, біз ешқашанда КВНщик деген бүйтіп қарап бүйтіп, мен лично сразу ересіп кететін. Не КВНщик саған, не? Маймыл ма КВНщик деген. Атым бар. Хотя бы көстемесін. Жоқ, қазірде сондай шамалы қоғамда негізі әншілерге қарсы сондай не қалыптасқан сияқты. Әншілер сәл қойды ғой, бұрын әнші балапан деген әңгімелер бар еді ғой. Енді мынау фонограмм, фанерщик. Фанерщик. Енді ол уже более творчество түсінетіндер тиісетін. А так былай біреулер, әнші балапан, КВНщик, и там артист. Какой-то әнші. Комик деп ше, сондай темалар болатын еді.
былай қарап тұрсаң бұрын өте қиын болды ғой, бұрын көбісі төбелесіп келетін еді. Қазір енді сырттай отырып айта береді, ешкім төбелесіп қалмайды. Мысалы 91-да бәрі деді, сырға мырға деді. Мойындаймын, 91 сырғаларын алып тастайтын болсаң, ол творчествода істеп жатқан биттері, жазып жатқан сөздері, әндері мықты, өздері болсын. Армиясы бар, жинап алған. Мен одан бөлек, кей-поптан бөлек, Төреғали, Нұртастар бәрін мойындаймын. Жағым, сені де мойындаймын, өзің бағытың бар, басқа. То есть, андай болмау керек та бір. КВН болды КВН. Бұл мен үшін Шаншар өлді, мен КВН демеу та. Шаншардың өзінің тарихы бар. КВНнің өзінің тарихы бар. Әрине. Түнгі студияның өзінің тарихы бар, Тұрсынбектің өзінің тарихы бар деген сияқты. Просто сол жерде. Баспронның да өзінің тарихы бар дейді. Жалпы әр нәрсенің өзінің кайфы бар дейсің ғой. Дұрыс. Ешкімге айтпаған сырларың бар ма? Негізі. Ешкімге айтпаған сырлар, білмеймін, ол ешкімге айтпаған сырды айту үшін оны еске түсіру керек сияқты. Өйткені шынымен көп айтылмаған нәрселер бар. Көп айтылмай қалып кеткен, мына кухняның арты дейді ғой, перденің артында өнерде көптеген адамдардың маскасы шешіліп, көптеген адамдардың жақсылығын көрген, көптеген халыққа қазір жақсы көрініп жүрген кейбір азамат пен азаматшалардың қандай екенін біліп іштей емайы деген әңгімелер бар. Бірақ оны меніңше еске бүйтіп түсіріп, ол тақырыпқа бет өзің тістелеп алып шықпасаң, ол бұл жерде айтылатын нәрсе емес деп. Жақсы. Барлық нәрсе айтылды деп ойлаймын, негізі. Барлық нәрсе қамтылды деп ойлаймын. Бәрі ашық айтылды. Сенің көрермендеріңе бірден айта салайын. Жалын келген кезде айтты, Шапағат, термин болса да, жалпы қалай ыңғайлы сөйлеу, солай сөйлей бер деп. Керек десең, ашуланып кетсең, боқтап жүрсең де боғауызға рұқсат береміз деп. Бірақ мен боқтаған жоқпын Жалын. Сондықтан да құрметті осы Жалынның жасап жатқан жобасының көрермендері жаман ойлап қалмаңыздар. Астында білем, андай комментарийлер келеді. Сөйлессең, конкретный қазақша сөйлесейші, не істейсің орысша сөйлеп деп айтпай-ақ қойыңдар, өтініш. Бұл ашық әңгіме болды. Енді әркім өз биігінен қарайды ғой. Әркім өз биігінен қарайды, көреді, жазса жазсын. Әйтеуір. Жазған жақсы ғой. Жазған жақсы. Жазыңдар. Блеватинадан жазған. Қандай әнге билегің келеді негізі? Техноға билеймін, и кейін барып Востокқа билегім келмейді. Техно мен попсаның еті ондай ритмичныйларына. R&B өлеңдерге мен жақсы билеймін. Backstreet Boys, Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Негізі бұлай қимылдарын көрсетіп бере аласың ба? Енді қимылдарын көрсетіп бере аласың. Кәдімгі би ғой, кәдімгі би. Кейде робот дэнс билейсің, тұрып қаласың, кейде тұрып қаласың. Жоқ, онда дұрыс қой, кәдімгі би, мысалы, бұлай не қойып көре салай? Менің пространство керек ол үшін. Қазір камерадан кесіп көресің, жүйім бар оларды. Қара. Деген сияқты темалар ғой. Енді жасым 35-те биге әлі билей алам. Рахмет, Шапо. Өте керемет. Тек қана биіктен көрейік. Денің сау болсын. Аман болайық. Все, брат. Рахмет, көп рахмет. Достар, әрине бізбен бірге болған Шапағат Орынбаев. Жақсы, рахмет көп. Все, брат, жил на туре.